Бала отбасызда өмір сүру керек. Жанұяның жылуына бала мұқтаж болмауға құқылы. Жетім көрсең жебей жүр. Демек, қазақ жетімін жылатпаған. Дүние есігін ашқан ұрпақты халқымыз жалғасына, негізгі капиталына балаған. Бүгінгі біз өз эгомыздан тыс дүниені қабылдағымыз келмейді. Кішімізді қамқорламау, адам атымызды қорлау. Қазіргі ақпараттар майданында саясат пен құмарлықтан өзге өткір мәселенің бар екендігін жеткізгіміз келеді. Жаңа өмір осыны меңзейді. Біздердегі қаладағы жетім балалардың санын азайту, яғни оларды жаңағы жанұяға, отбасыға орналастыру. Ол бірінші бағыты болып табылады. Екінші бағыты ол интернаттан кейін алып жүру, яғни постинтернатный сопровождение деп аталады. Ол кездерде біздер мысалы біздерде жасөспірімдер үйлері бар. Сол жердегі балалармен жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін кеңес келер күннің жоспарын түзді. Дейін атқарылған шаруа шашетектен. Белгілі болғандай, құбылмалы қоғамымызда жетімдер мектеп-интернаттардан түлеген жас өз орнын таба алмай қиналады. Өйткені жағдай жасалмаған. Асырап алушылар мектебі осы кемшін тұсты толықтыру үшін құрылған. Кез келген толық мәнді ата-ана мектепке келіп, интернат баласын асырап ала алады. Бұл баланың жанұясымен қауышар мекені. Бұл ананың баланы бауырына басар орны. Бірақ асырап алады баланы, мысалы 6 айдан кейін алып келеді. Сонда мысалы сондай кездерде соттасады, оны өткені ол асырап алды ғой, ертеңгі күні оны сот арқылы қайтадан осы балалар үйіне жіберетін болады. Сол механизмдер бойынша біздер тоже сол мәселелерді көтеретін боламыз. Бюрократия артық. Қазіргі қағазбастылық бала асырап алу процесін едәуір тежейді. Және де қамқоршы органда мамандардың аздығы ахуалды аздыруда. Бір маман бірнеше міндеттің тұсауына ілігеді. Құжаттарды жасақтау керек. Басшылықтың қыр соңынан шапқылау тағы бар. Үйді аралау кезек күттірмейді. Ал бала жанұясын тапқанның өзінде өзге мектепке қалай бауыр басар, жұмысқа қалай орналасар, шешімін таппаған сауал. Жиында одан өзге де тағы да мәселелер туындады. Просто волнует тот момент, вот, как руководитель, как проработавший во всех учреждениях, детских домах, мне обидно за своих детей, что мы вот находимся за городом, да? Ну, это принцип детских деревень, мы должны находиться в живописных местах, ну, я бы не сказала, что делать. Это в свое время никто на это не обращал внимания, но сейчас... Даже я сегодня получила письмо у Шароты Халыкиной, которое написала Нурсултану Абишевичу именно о детских деревнях, что нужно поднимать, что нужно больше уделять внимание. Но мне бы хотелось, чтобы мои детки тоже были задействованы хоть в одном из этих проектов. Әрине мемлекеттің мойнына бар жүкті артып қойғанымыз абзал болмас. Алайда жеріміздің байлығын сауып отырған ірі компанияларда қаржылай қолдау мәселесіне келгенде құлықсыз. Алпауыт ТШО ғана жаңа өмір жобасының аяқ алысын қолдап отыр. Кездесуге келген компания өкілі ұсыныстарды жинақтап қолдау көрсетуге бекінді. Жат жұртқа телміргенде жөн емес шығар. Шетте емес, еліміздің өзге аймақтарында белді кәсіпорындар жетімдерін жылатпай отыр. Біздің жігіттер тәуекелге бармайды. Мы подпишем этот меморандум, хорошо, он ни к чему не обязывает, но все равно я же беру на себя обязательства. А я вот не знаю, говорит, на следующий день, год у меня деньги будут, будет бизнес, не будет бизнес. Я смогу его трудоустроить, не смогу трудоустроить, поэтому они отказываются. 168 жетім бүгінде жанұяда болғысы келеді. Жаңа өмір жобасына сәтті қадам тілейміз. Түйткілді мәселелер түйінін тапсын. Шаңырақтарымызда жылуымыз сарқылмасын.